Не, кешірім сұрағаным керек пе? Соған өкпелеп қалдың ба, жылауық? Ендеше, қазір. Міне саған. Міне. Ештеңе сезбейсің бе? Менің өкінішімді сезбей тұрсың ба? Ендеше. Жарайды, қойсаңшы енді. Қой дейм, сыңар аяқты ренжітпейтін шығарсың. Сенікі жөн, сенікі жөн. Сен жеңдің. Болды. Ха-ха, ол жеңілді. Міне масқара. Қайдақарлар мен викингтер қайта жауласты. Жан алып жан беріспей қоймайды. Қазір. Мұны кетіру оңай емес екенін білесің ғой. Оны қалай атасақ екен? Жақсы, қолтық қасығыш болсын. Қалай ойлайсың, достым? Бұл жерден ағаш отағыштарды кездестіре аламыз ба? Әлде ажал сыбырын, немесе екеуінде? Кім білсін? Бәлкім тағы бір түнгі фурияны тауып алармыз. Не дейсің? Әрі қарай ұшып көрейік пе? Жақсы. Қайырлы күн, Бикеш. Қайдан жүрсің? Сайыста жеңіске жеттім, басқа не болсын? Одан да өзің қайда жоқ болып кеттің. Соны айтсаңшы. Әкемнен жасырынып жүрмін. Неге? Не болып қалды? Саған ұнауы тиіс. Ертемен ояндым. Күн тамылжып тұр. Мазасыз торғайлар шатырда ән салып жатты. Өмір қандай тамаша деп, таңғасымды ішуге төменге түссем, әкем маған, балам, сөйлесуіміз керек дейді. Қойшы, әке. Алдымен менің ойыным қансын. Біріншіден, менің даусым ондай емес. Сен кімді салып тұрсың? Екіншіден, иығыңды неге қозғай бересің? Қимылдарың күлкілі екен. Қысқасы, әкем маған былай деді. Сен аралдың мақтанышысың, балам. Сені мақтан тұтам деді. Рахмет, әке. Мен де өзімді мақтан етем. Қолымды қашан бұлай қимылдаттым? Міне жаңа ғана. Жарайды. Жақсы. Қане қозғалма, тыныш. Білесің бе, сосын бұлай деді. Сен ер жеттің. Сенен артық мұрагер таппайтыным анық. Сол себепті мен... Сені көсем етіп тағайындамақпын. Мәссаған, екен керемет. Бұрандалы серіппен сындырасың. Жөнді оңай деп бедің. Міне, жағдай солай. Түсіндің бе? Сосын сен не дедің? Ештеңе дегем жоқ. Бұрылып қарағанша, мен зып бердім. Жауапкершілігім ол жұмыс. Мына картаға күте тұруға тура келеді. Сенің қолың бос болмайтындықтан, қызыл екті мен міне тұрармын. Бірақ... Мен ондайға үйренбегем, Астрид. Ел алдында сөз сөйлеу, ауылды басқару, мұның бәрі әкемнің жұмысы. Сен бір нәрсені түсінбеген сияқтысың. Көсем болу деген үлкен құрмет қой. Сенің орныңда болсам, өз басым қуанар едім. Мен сен сияқты емеспін. Сен өзіңнің қандай екеніңді бұрыннан жақсы білесің. Ал мен болсам, әлі күнге дейін білмеймін.